Мен Аханова Жаннур Бақытбек қызы. Туған жерім Тарбағатай ауданы, Тәуке ауылы. Мамандығым тәрбиеші. 2019 жылы Семей көпсалалы колледжін бітіріп, 2021 жылы Қарлығаш бөбекжайына тәрбиеші болып жұмысқа орналастым. Менің басты мақсатым балаларға сапалы білім мен тәрбие беру, олардың жан-жақты дамуына ықпал ету. Әр баланың бойында жақсы қасиеттерді қалыптастырып, оны келешекке сенімді қадаммен алып шығу. Мен 2019 жылы Семей көпсалалы колледжін үздік аяқтадым. Қарлығаш бөбекжайында тәрбиеші ретінде еңбек жолымды бастадым. Декреттік демалыстан кейін өз міндетімді қайта қолға алып, тәрбиешінің жауапты міндетін абыроймен атқарып келемін. Тәрбие жұмысына жаңашыл тәсілдерді енгізіп, балалардың әлеуметтік шығармашылық дамуына үлес қосып жатырмын. Менің тәрбиеленушілерім әртүрлі салада жетістіктерге жетіп келеді. Қоғамдық іс-шараларда белсенділік танытады. Әлеуметтік және психологиялық дамуы жоғары деңгейде. Балалардың шығармашылық қабілеттері жақсы дамыған, өнерде жетістіктерге жетіп жүр. Тәрбиеленушілерім болашаққа сенімді қадам басып, өз-өздерін дұрыс тәрбиелеуге үйреніп келеді.